2009 жыл 15 қаңтар US Airways компаниясының Airbus A320 ұшағы Нью-Йорктегі LaGuardia әуежайынан Сиэтлге, Шарлотт қаласы арқылы ұшуға дайындалып жатыр. Ұшқыштар үшін бұл қалыпты бағыт. Рейс алдындағы техникалық тексерулер жүргізілді. Ақау жоқ. Ұшақ дайын. Бортта 150 адам және 5 экипаж мүшесі бар. Ұшақ командирі авиация саласының маманы, әскери тәжірибесі мол. Былайша айтқан кезде самолеттің құлағында ойнайтын Чесли Саленбергер. Ал екінші пилот 49 жастағы Джеффри Скайлс. Жергілікті уақытпен сағат 15:24-те самолет көкке көтерілді. Арада 1,5 минут өтеді. Биіктік 1 километрге жетер-жетпес. Борттағы 155 адам қатты соққының дауысын естиді. Артынан түтіннің иісі. Пассажирлер оңға қарайды, өрт, солға қарайды, өрт. Ұшақтың екі қозғалтқышы да істен шыққан. Бұған себеп құстар. Ұшақ енді биіктік жинап жатқан кезде құстармен соғысқан. 975 метр биіктік. Бортта паника. Өзіңіз ойлаңызшы, Бурж Халифаның биіктігі 828 метр. Жобамен сондай биіктікте ұшақ төмен құлап келе жатыр. Сол кездегі газет беттеріне сенетін болсақ, паника тек ұшақта емес, қалада да болған. Оған себеп 11 қыркүйек терактісінің болғанына 8 жыл болған еді. Нью-Йорк тұрғындары оқиға қайталанады ма деп қорқып тұр. Действительно, қорқынышты, Прикиньте, өздеріңіз елестетіңіздер тағы да. Обычный қарапайым күн. Сіз жұмыстан бір жерге бара жатсыз, болмаса обед ішіп достарыңызбен отырсыз. Вдруг төбеңізден екі қанаты отқа оранған ұшақ құлап келе жатыр. Действительно, қорқынышты жағдай. Әңгімемізді жалғастырайық. Борт капитаны бірден диспетчерге байланысқа шығады. Сол кезде бортпен сөйлесіп отырған диспетчер дереу LaGuardia әуежайына қайтуды тапсырады. Алайда екі ұшқыш оған жете алмайтынын түсінді. Нью-Джерсидегі Тетерборо әуежайы жақынырақ болды. Сондықтан ұшақ командирі әуе кемесін сол жерге отырғызуға рұқсат сұрады. Қиындықтар енді басталып жатыр. Ұшақты қондыру керек әуежаймен байланыс жоқ. Алда тек Гудзон өзені көрініп тұр. Чесли Саленбергер мен оның көмекшісі көп ойланбай ұшақты суға қондырамыз деген шешімге келді. Оқиғаны былай зерттеп қарасаңыз, көптеген ақпарат беттері ұшқыштың кәсібилігін айтады. Ұшақта болған куәгерлердің сөзінше, әуедегі паника кезінде ұшақ командирінің белбеулеріңізді тағыңыздар, біз суға қонамыз деген спокойный дауысы естіледі. Осы сөздер пассажирлерге примерно нанға жағылған майдай болып естілгеніне күмәнім жоқ. Негізі әлемдік авиация тарихында жолаушылар ұшағын су бетіне қондырған оқиғалар өте аз. Көпшілігі қайғылы оқиғалармен аяқталған. Бұл да ұшақ командирінің біліктілігін көрсетіп тұрғандай. Оқиғаға оралайық. Шешім қабылданды. Ұшақ Гудзонға қонғалы жатыр. Сол кездегі қала тұрғындарының сөзіне сенетін болсақ, ұшақ суға қонған кезде бір сәтке көрінбей кетті. Батып кетті деп ойладық. Алайда сәлден соң Airbus A320 ұшағы су бетіне қалқып шыққан. Борттағы 150 адамды шұғыл эвакуациялау операциясы басталды. Ұшақ есігі ашылған соң ішіне су кіре бастайды. Адамдар жаймендеп ұшақ сыртына шығады. Төбесіне, қанатына отырып көмек күтеді. Құтқарушылар мен полиция қайықтары, сондай-ақ жағалау күзетімен Гудзонда жүретін жеке паромдар зардап шеккендерге дереу көмекке келді. Тікұшақтар мен оқиға орнына водолаздар да жеткізілді. Апат орын алған уақыттан өзенге қонғанға дейін 208 секунд өткен. Былайша 3 минуттан астам уақыт. Тағы да 24 минуттан кейін барлық жолаушылар мен экипаж мүшелері құтқарылды. Батып бара жатқан ұшақтан ең соңғы болып бортта ешкімнің қалмағанына көз жеткізген ұшақ командирі Чесли Саленбергер шығады. Ұшақ батып кетті. Біраз уақыттан кейін оны пирске сүйреп апарып судан алып шықты. Апатқа ұшыраған Airbus A320 ұшағы одан кейін әуеге көтерілмеген. Қазіргі таңда ол самолет Америкадағы Каролинас музейінде қойылған. Оқиғадан бір апта өткен соң алғашқы жүргізілген сараптамалардың нәтижелері пайда болды. Олар ұшақтың апатқа ұшырауының сенімді себебін анықтау керек еді. Осы оқиғаға себеп ұшаққа соғылған қаздар тобы болды. Екі құс қозғалтқыштарға соғылып, содан өрт шыққан. Жоба мен оқиға хронологиясы осындай. Алайда бұл соңы емес. Кейіннен капитан мен оның көмекшісі Джеффри Скайлсға айып тағылып, суға қондыру жайлы қауіпті шешім қабылдағандар үшін жауапқа да тартылды. Сот процесінде арнайы симулятор қолданылып, ұшақтың әуежайға қайта оралуына мүмкіндігі бар екенін көрсетті.
Алайда ол тестілерде адами фактілер ескерілмеген болатын. Яғни мән жайды түсіну, оценка повреждений, шешім қабылдауға кететін уақыт. Комиссия әуе командирін сөзін ескереді. Содан кейін бұлар секілді тәжірибе жүзінде бірде-бір ұшқыш нәтижені қайталай алмайды. Қорытындысында екі ұшқышқа тағылған айып алынып, елдің мақтанышына айналады. Ұшақ командирі Чесли Саленбергер көптеген америкалық телешоуларға қатысып, елдегі атақты тұлғалардың біріне айналды. Ал апаттан аман қалған жандар оған алғысын айтудан жалыққан емес. Жыл сайын оқиға болған күні жиналып тұратындары да бар екен. Апаттан 7 жыл өткеннен кейін «Чудо на Гудзоне» деген фильмде шықты. Басты рөлде әйгілі актер Том Хэнкс. Уақыт бөліп көріп шықсаңыздар да болады. Осымен бүгін ұшқыштың ерлігі мен Гудзонда болған ғажайып туралы айттық. Ал сіз пилоттардың шешіміне қандай баға бересіз? Осындай ақпараттар қызық болса, лайк басып каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Көріскенше.